Қайырлы күн достар, сіздерге ИП-ның налогын қалай төлеу керектігін көрсететін боламын. Ол үшін біз Каспийге кіретін боламыз. Осы жерде платежи деген батырманы басамыз. Всені таңдаймыз. Штрафы налоги бөліміне кіреміз. Осы жерде платежи для ИП деп тұр. Осы жерден налог для ИП дегенге кіреміз. ИП-ның адресін жазып, налог төлейміз. Менде Түркістан облысы. Енді бізге КБК 101-202 бірінші тұрған ИПН доходов дегенді таңдаймыз. УГД дегенге районымызды жазамыз. Менде Қазығұртский район. Осы жерге округымызды жазамыз. Менде Қазығұртский округ. Периодқа текущий периодты таңдаймыз. Әрі қарай ИП атауын жазамыз. Және де астында иін деп тұрған жерге өзіміздің иінімізді жазамыз. Енді суммамызды жазамыз. Қанша теңге төлеп жатырсыз? Менде 8250 теңге төлеймін. Ары қарай оплатаны басып төлем жасай берсеңіздер болады.